Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Өз анам деген адам менің тәнімді сатты. Мен 5 жасымда тұлымшағым желбіреп, анамның жылы құшағын аңсап қалғаным әлі есімде. Сол бір күнді ешқашан ұмытпаймын. Анам. Ол кетті. Мені қалдырып, басқа біреудің жары болуға кетті. Жас болсам да, жанымның бір бөлшегі сол сәтте бірге кеткендей еді. Әкем мен ағаларым мені қатаң ұстады. Сөйтіп өстім. Бірақ олардың қатаңдығы маған жетіспей тұрған мейірімді ауыстыра алмады. Қанша тырыссам да, ешқайсысынан сол мейірімділікті таппадым. Өзімді жат сезіндім, өз үйімде де бөтен секілді едім. Әкемнің екінші әйелінен туғаным, осы үйде тек жартылай қабылданатыным жанымды жаралады. Өзім қалғанда ғана ішімдегі жалғыздықпен тілдесетімін. Анам қайда жүр екен? Неге тастап кетті? Бұл сұрақтар мені мазалай берді. Әркімнің өз тағдыры бар дейді ғой. Бірақ мен бала бола тұра, неге тағдырым осындай ауыр болуы керек деп ойлайтынмын. Мүмкін мен осындай болмасам, анам кетпес пе еді. Әкем мен ағаларым мені қаттырақ жақсы көрер ме еді? Балалық қияли сұрағым таусылмайтын. Арада жылдар өтті, бой жеттім. Әлі күнге дейін есімде, мектепті бітіруге аз ғана уақыт қалған. Сол кезде әкемнің мені еріксіз малшы жігітке күйеуге бермекші екенін естіген сәттегі жанымның шырқырағаны. Әкемнің шешімін білгенде көз жасымды тыя алмай жылап жібердім. Менің арманым мүлдем басқа еді. Әлі де өзім қалаған мамандықты игеріп, биік белестерді бағындырғым келді. Басқалар секілді жарқырап өмір сүріп, байлыққа кенелгім келді. Бірақ, сол бір сәтте менің болашағым анық сияқты көрінді. Айдалада мал бағып жүрген еркектің сасық әйелі болғым келмейді. Мамыр ай болатын. Айнала көктемнің ең шуақты күндеріне толы болса да, менің ішімде қара бұлттар үйірілгендей. Мектеп бітіруге небәрі 5-ақ күн қалды. Барлық сыныптастарым бітіру кешіне дайындалып жүргенде, менің қуанышым су сепкендей басылды. Әкем қатал даусымен айқайлап: «Сен қыз, шошаңдап кешке үйден шығушы болма. Жақында бәленшенің келіні боласың. Мектеп бітіру кешіне де бармайсың», деп алдын ала ескерту жасады. Әкемнің айтқан сөзі жүрегіме ауыр тиіп, менің армандарымның бәрі сынып қалғандай болды. Басқалар салтанатты кеште билеп, жарқыраған шамдар астында болашаққа үмітпен қарап жатса, мен тағдырдың қатал шешімін қабылдауға мәжбүр едім. Жанымды ауыртып, жүрегімді қысқан сол бір сөздер, менің жас өспірімдік арманымды түбегейлі өзгертті. Әкемнің келін боласың деген сөзін естіген сәтте, еш ойланбастан, өз болашағымды өзім шешкім келді. Қалаға қарай қашып кеттім. Жасым әлі 18-ге толмаған, қолымда ешқандай ақшада таныс та жоқ. Үлкен қалада ешкімім жоқ, мені танитын жан жоқ. Вокзалда түнедім, аш болдым, бірақ өзімді қалайда ұстап тұрдым. Сол сәтте вокзал маңындағы милиция қызметкері мені байқап қалып, бөлімшеге алып барды. Үйден не үшін қашқанымды, қандай жағдай болғанын айтып бердім. Оларға анамды тауып берулерін өтіндім. Бөлімше бастығы маған ерекше жанашырлық танытты, мен оны жақсы адам деп ойладым. Ол мені өз үйіне апарып, жайғастырды, тамақ берді. 2 күн ішінде анамды тауып беретінін айтты. Бірақ анам басқа қалада тұрады екен. Бір телефон қоңырауымен бәрін шешіп берді. Пойызға билет сатып алып, жолға шығарып салды. Бір күн ішінде көптен бері көрмеген анаммен қауыштым. Сол сәтте менің жүрегімде қуаныш пен таңғалыс болды. Қанша жыл өтсе де, анамды көргенімде бұрынғы махаббат сезімдері қайта оянғандай болды. Бірақ өкінішке қарай, бұл мен ойлағандай шынайы көрініс емес еді. Әрбір қимыл, айтылған сөздер, тіпті анаммен қауышу, бәрі тек қойылым болып шықты. Ол әйелдің анам емес, жеңгетай екенін алғашында түсінбедім. Мені күтіп алған кезде оны шын жүрегіммен анам деп қабылдадым. Қамқорлық танытып, мені өзіне жақын тартқандай көрінді. Үйіне апарып, жақсы киімдер берді, үйі сән салтанатқа толы болды. Сыртынан қарағанда анам осындай табысты, сәнді өмір сүріп жүрме деп ойлап, оған сеніп қалған едім. «Мама, неге мені осы уақытқа дейін іздемедіңіз? Ақшаңыз да көп екен, мені асырауға күшіңіз жетеді ғой», деп сұрағанымда, ол жай ғана: «Доча, кейін жауап беремін», деп өтірік жылы жымиды. Сол сәтте мен бақыттымын деп ойладым.
бір сәтке болсын анамды таптым деген сенім жүрегімде орнап, жаңа өмірге қадам басып жатқандай болдым. Бар болғаны 10 күн ғана бұл бақыт, жалған екенін түсінбеген қалпы өмір сүрдім. Ол күндері маған қамқорлық көрсетіп, анамның рөлін ойнады. Бірақ сол уақыттан кейін шындық ашылды. Бір күні ол, бүгін дайындал, керемет көңіл көтереміз, деп ерекше бір нәрсе күтіп тұрғандай айтты. Мен қатты қуандым, қала аралап қыдырып, бақытты күн өткізетін шығармыз деп ойладым. Бірақ бұл көңіл көтеру мен күткеннен мүлде басқа, қорқынышты әрі сұмдық нәрсе болып шықты. Кеш болды. Анам деп жүрген Жеңгетай мені зәулім сарайға алып келді. Ол мені қуыршақтай етіп сәндеп, ерекше киіндірді. Сарайда кинодағыдай қызметшілері бар, барлығы әдемі, сән салтанатқа толы болды. Бірақ менің жүрегімде бір түрлі сезім орын алды. Қонақ бөлмеде шашын ақ басқан, құтырған шал отырды. Қолында темекі, Мексика киноларындағы бай еркектердің бейнесі көз алдыма келді. Ол қалың сигарасын бұрқыратып, өзімен өзі мәз. Мен қызметшіге қарап, не болып жатқанын түсінбей, алаңдаулы күйде болдым. Қызметші мені бөлмеге апарды, ал олар қалып жеке сөйлесуге кетті. Неге жатым бөлмеге барғанымды түсінбедім. Бұл не ойын, не жамандық екенін сезе алмадым. Сөйтсем, мені милиция бөлімшесіндегі бастық деген азғын адам Жеңгетайға сатып жіберген екен. Жеңгетай болса, мені қосымша ақшаға осындай байларға өткізіпті. Кейіннен білдім, бұл шал тек таза мен сияқты жас қыздарды пайдаланады екен. Ол ауру жұқтырмас үшін мен сияқты қыздарды таңдап, түнгі көбелек етеді. Менен жалыққанша мені осы зәулім сарайда ұстады. Әр күні мені пайдаланған үшін ақша берді. Менің өмірімде болып жатқан жағдайлардан жылап, бірақ жанымды сақтау үшін қарсыласуға шамам болмады. Бұл үйдегі қызметшілер де мен сияқты болған. Бірақ бір жақсы жері бай әйелдің өмірін сүресің. Қызметші болған қыздардың жеке көлігі, пәтері бар. Бұлай айтқанда адал болсаң болды бұл шалға. Арада 2 жыл өтті. Менен жалыққан шал мені үйдің қызметшісі қылды. Бұрынғыдай қуыршақтай киіндіріп, осы үйдің қожайыны секілді емеспін, енді мен тек оның қызметшісімін. Жүрегімде ашу мен күйініш сезімі болды. Менің орнымда жаңа бойжеткен басқалы, көңіл күйім жоқ, менің шотымда ақша бар. Үй алуға, көлік алуға жетеді. Бұл шал өзіне қызмет еткеннің жағдайын қатты жасайды. Бостандықта береді. Бірақ ақша алған сайын ол шалдан ала бергін келеді екен. Байлық деген адамды тез өзгертеді. Тіпті осы үйдің қожайыны болып қаламын ба деген үмітте болды. Бір күні қоқыс тастауға шықтым. Сол кезде қымбат көлік келе қалды да тоқтады. Көліктен жас жігіт түсіп, үй жаққа бұрылды. Бұл шалдың баласы емес, өгей ұлы екен. Ол бір шаруамен келген екен. Сымбатты, келбетті, мені бір көргеннен ғашық етіп жіберді. Біріншіде не болып жатқанын түсінбедім. Негізі, бұл шалдың ешкімі жоқ, бірақ бұрын екінші әйел алып, ізіне бала ертіп келген. Жас кезінен әкесінің орнына әке болып, кейіннен бөлек кеткен. Себебін білмедім, бірақ бұл мен үшін маңызды емес. Мен үшін ең маңыздысы, ол жігіт маған ғашық болса, мені ізіне ертіп әкетсе. 2 күннің ішінде өгей ұл мені байқады. Содан кейін біз жасырын кездесіп, түнімізді өткіздік. Ішімнен қатты қуандым. Сүйіктім мен бақытты боламын деп. Сөйтсем бұл тұзақ екен. Өгей ұлы мені өзіне ғашық екенімді, айтқанын істейтінімді біліп маған ең сұмдық іс тапсырды. Мен ғашық болған өгей ұлдың жоспары қараңғы еді. Ол маған жаңа келген бойжеткеннің көзін құртып, сол арқылы шалды азапқа салу керектігін айтты. Сол арқылы шалдың мұрасын иемденіп, шалқып өмір сүретінімізді түсіндірді. Ауылдан басқа ештеңе көрмегенмен оған бірден сендім, ғашықтығым бар, оның айтқанын екі етпей келістім. Үйдегі 2 қызметшінің бір күнде жұмыстан шығып кетуі жоспардың басы болды. Бұл қалай орындалғанын білмедім, бірақ ол бәрін есептеп қойғанын айтты. Жоспардың осы кезеңі сәтті жүзеге асқандай көрінді. Әр нәрсенің қыр-сырын ойластыратын, ақылмен мені таңғалдырған ол, мені өз ойындарына тарта берді. Менің ішкі даусым әлдебір қауіптің барын сездіргендей еді, бірақ сол сәтте оны тыңдамадым. Бәрі оның бақылауында сияқты көрінді. Бойжеткеннің көзін құрту туралы ойлар мазалай бастады, бірақ мені махаббатым әлдеқайда тереңге батырып, ақылдан айырды.
Үйде жалғыз өзім қызметші болып қалдым. Күн сайынғы ауыр жұмыстың астында қалып, шаршау мен ашу маза бермей жүр. Тек аспазшы ғана уақытша келеді, тамағын жасап қайтып кетеді. Ал үйдің бүкіл тазалау жұмысы менің мойнымда. Қазір бар шаруаны жалғыз өзім атқарып жүргеніме ішімнен налыдым. Жаңа келген бойжеткеннің жүрісі, қылығы көз алдымда өзгеріп шыға келді. Байлықтың арбауына түскен ол өзінен басқаны көзге ілмейтін тәкаппар жанға айналды. Бірде менің жұмысымды көріп, мысқылдай күлді де: «Ей, малай! Жұмысыңды дұрыстап істе. Мына жерді қалай тазалағансың?» деп, тіпті мені адам екен демей, төмен көріп сөйледі. Ішімде ашу қайнап тұрса да, сыртқа білдірмей, үнсіз жұмысты қайталауға мәжбүр болдым. Ол маған үстемдік жасап, күн сайын әр сөзімен жанымды жаралай бастады. Бірақ мен әр сәтті байқаусыз, сабырмен күттім. Бұл тәкаппардың өз сазайын алатын уақыты таяп келе жатқанын жүрегім сезді. Екінші жоспар: шал іс сапармен 2 күнге үйден кетті. Сол кезде тәкаппар бойжеткенді өгей ұл әбден қорқытып, соңғы хатты жаздырып алды. Сосын маған бөлмеден шық деп бұйырды. Өгей ұл бойжеткенді еріксіз буындырып, өзі өлген секілді көрсетті. Сол сәтте есімді жинағандай болдым. Барлық жағдай көз алдымда өзгере бастағанда ішімді өкініш кернеді. Не істеп қойғанымды түсіне алмай, көз жасымды тоқтата алмадым. Ғашығыма қарап: «Болды, тоқтатайық. Мен бұлай болады деп ойламадым. Жоқ, мен не бүлдірдім?» деп жылай бердім. Ол мені құшағына тартып, жұбата бастады. Көзіне қарап, оның маған деген сезіміне сенгім келсе де, ішкі қорқынышым өрши түсті. Ол ақырын ғана: «Сені сүйемін. Біз мұның бәрін екеуміз үшін жасап жатырмыз», деп бетімнен, ернімнен сүйіп аймалай бастады. Ол мені сабырға шақырып, ақыры жұбатты. Мені алып, бірден ауруханаға жеткізді. Сол жерде мен қолым сынған деген сылтаумен жаттым. Ғашығым бұл үшін де алдын ала ақша төлеп қойған екен. Дәрігерлер сау қолыма гипс салып берді. Бұл ойластырылған әрекеттің бір бөлігі болды. Өйткені мен қылмыстың болғанынан бейхабар, мүлде қатысым жоқ деп көрінуім керек еді. Өзімді қорғау үшін солай жасауға мәжбүр болдым. Асылып өлген қуыршағы өзінің басына бәле болатынын білетін шал ың-шыңсыз көме салды. Сосын мені қайтадан төсекте пайдаланып жүрді. Жоспардың соңғы бөлігі маған елес болу еді. Сол бойжеткеннің елесі болып, шалды қорқытып, одан құтылу керек болды. 2 ай бойы бұл ойды ойлап, арпалысып жүрдім. Бірақ көп ұзамай үйге тағы бір жас қыз келетінін естігенде, бәрі жедел шешім қабылдау керек екенін түсіндім. Түнгі уақытта ғашығымның бұрынырақ тығып әкелген жалбыраған, қан сияқты боялған аппақ көйлекті кидім. Оның әр қадамын ол алдын ала есептеп қойған болатын. Сонымен қоса, бу шығарып тұратын құрылғыны қолданып, айналаны қорқынышты көрініске айналдырдым. Есік алдынан шалдың бөлмесіне кіргенде, оның жүзіне жасырынған үрей байқалды. Осы сәтте елес бейнесінде шалды қорқытып едім, ол бірден жүректен кетті. Қорқыныш пен үрей оған төтеп бере алмады. Бұл көріністердің әрқайсысын маған ғашығым өзі үйретіп, қалай әрекет ету керегін айтып отырды. Мен сол жоспардың әрбір қадамынан шыға алмай, үлкен күнәға баттым. Іштей осылай боларын сезсем де, ар-ұяттың үнін басып тастауға тырыстым. Шалдың өлімі бәріне табиғи болып көрінді, барлығы оны өз ажалымен кетті деп ойлады. Бірақ мен өз жүрегімде бұл шындықты басқаша қабылдадым. Арада 6 ай өтті. Ғашығым ақыры мұрагер атанып, енді сол зәулім үйдің толық иесі болды. Мен сол уақытқа дейін бәрін ұмытқандай болып, өзімді осы үйдің ханшайымындай сезініп жүрдім. Ол мұрагер болғанша мені еркелетіп, бар махаббатын төккендей еді. Бірақ бәрі жоспарланған ойын ғана екен. Мұрагер атанған соң оның мінезі күрт өзгерді. Бір күні ойламаған жерден мені құйрықтан теуіп, үйден қуып шықты. Бар байлық пен билік енді тек оның қолында болды, ал мен көшеде қаңғыбастардың арасында қалдым. Жанымды жаралаған сатқындық пен жалғыздық, мұндай тағдырды ойламаған маған ауыр тиді. Шындықты ешкімге айта алмайтын едім. Айтсам, өзім қылмысыма жауап беріп, түрмеге түсемін. Ал өгей ұлдың сотталмайтыны анық, өйткені ол бәрін алдын ала есептеп, өз кінәсін жасырып қойған. Мен шарасыздықта өз тағдырымен бетпе-бет қалдым. Ауылға қайтудың өзі маған оңай болмады. Ішімде қорқыныш пен өкініш қатар өріліп, бетім болмаса да басқа амалым жоқ еді.
Үйге келгенімде мені қуанышпен қарсы алудың орнына барлығының жүзінен реніш пен ашу көрінді. Есіктен кірген бетте: «Неге келдің?» деп бірден айқай шықты. Әкемнің, ағаларымның көздері суық. Мен ішімдегі өкінішті, қиналысты басып көздеріне тура қарап, шешемді бір көргім келді. Тұрмысқа шыққанда тойымда болғанын қалап айту үшін қалаға қашып кетіп едім. Бірақ милиция бастығы мені анаң деп бір әйелмен жолықтырды. Ол әйел мені құлдыққа сатып жіберді деп өтірік пен шындықты араластырған хикаямды айтып бердім. Ағаларым маған сенбеді. Олар қалаға алып барып, мен айтқан бөлімшеге баратынымызды айтты. Келген соң, есіме бұрын анамды іздеймін деп жазған қолхат түсіп, соны тексеруді өтіндік. Архивтен әлгі жазба табылды, менің анамды іздегенімнің дәлелі болды. Бірақ сол кезде бөлім бастығы орнында болмай шықты, ол әлдеқашан жұмыстан кетіп қалған екен. Іс жабылып, анасы өз қамқорлығына алды деген жалған құжатпен мәселені жапқан екен. Жартылай шын, жартылай өтірік оқиғамның арқасында ағаларым маған сеніп, ақыры үйге кіргізді. Бірақ ішімде әлі де жасырынған шындықпен жүрегімдегі ауыртпалық ешқайда кетпеді. Бір кездері мені малшы жігітке тұрмысқа бермек болғанда, көз жасымды тоқтата алмай жылаған едім. Сол жігіт қазір үйленіп, балалы шағалы үйі бар, көлігі бар, күйлі өмір сүріп жатыр. Бірде әкем мені оңаша шақырып, алғаш рет жылы сөйлегенін көріп таң қалдым. Ол маған көзін түсіріп: «Қызым, барлығы үшін, мейірімсіз әке болғаным үшін кешір», деді. «Сенің анаң басқа адаммен кетіп қалған күннен кейін, менде әйел затына деген жек көрушілік сезімі пайда болды. Сол сезім сенің еркелеп өсуіңе кедергі болды. Сенің бақытың үшін сол кездегі Әмір деген жігітке тұрмысқа беруді ойладым. Ол менің алдыма келіп, нағыз азаматтай сенің қолыңды сұрады. Жылатпаймын, еркелетіп аялаймын деп, менен сескенбей, өзіне сенімді түрде айтты». Әкемнің бұл сөздері мені қатты өкіндірді. Әмірдің адалдығы мен нағыз ер адамға тән мінезін енді ұққандаймын, бірақ тым кеш. Сол кездегі балалықпен басқа арманды көздеген едім. Әкемнің мені сол уақыттан бері қалай түсінгісі келгенін енді ғана ұғындым, әттең. Мен жоғалған күннен бастап, әкем мені қатты уайымдап, өмірін өкінішпен өткізген екен. Бірақ бәрі енді кеш. Көп ұзамай әкем өмірден өтті. Кеудемде ашы өксік, жаныма батқан ауыртпалық қалды. Бөлмеден шықпай, тек өкінішпен өткізген күндерімнен әлі де арыла алмай, жылай-жылай өмірімді өткіздім. Уақыт өте келе сезімдерімнің ашы толқыны мені жындыханаға апарды. Ақырында осы жерден бірақ шықтым. Қазір 7 жыл өтіпті. Бәрі жақсы сияқты, бірақ менің ішкі түйсігім тынышталмады. Есім дұрысталып, мемлекеттен зейнетақы ала бастадым. Үйдегі жеңгелерім адам салып, пенсияға шығарды. Енді бөлек үйде, жалғыз тұрамын, пенсиямен күн көріп отырмын. Жалғыздығымның ашы дәмін ұмыту үшін арасында жігіттерді үйге шақырып тұрамын. Бірақ отбасы құрғым келмейді. Ешқашан бала көтере алмадым. Бұл менің жазам болар. Ішіме сыймай, осы өмірімді сізге айттым, бәлкім, менің тарихым өзгелерге сабақ болар.